Сәлем досым, сенімен Сәлем кино. Арнаға жазылып лайк немесе дизлайк басуды ұмытпа. Бұл мен үшін өте маңызды. Кино басталмас бұрын саған айтарым бар. Менің каналымның ешқандай тәрбиелік мән мағынасы жоқ. Бірақ та ұятсыз киноларға шоу жасалмауын барынша қадағалаймын. Әзіл немесе анайы сөздер сенің немесе жақыныңның өміріне нұқсан келтіретін болса, бұл видеоны өшіруіңді өтінемін. Ал менімен қалған бригадамен бірге кино шоуымызды бастайық. Кино екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңы жайында. Япония мен Американың соғысы жүріп жатыр. Америка ұшақтары Япония жерін бомбалауға келеді. Экипаждардың арасында Луи деген басты рөлдегі жігіт бар. Ол тиісті орынға келгенде бомбалауға бұйрық береді. Осылайша олар жақсы нәтижеге жетеді. Бірақ та осы уақытта қарсыластарының ұшақтары келіп, олармен қырғын соғыс басталып кетеді. Бұл уақытта олардың бомбалайтын люктары жабылмай қалады. Оны жабам деп жүргенде экипаждар жарақаттанады. Қарсыластарын нокаутқа жіберіп қуанып жатқанда ұшақтарының жарамсызданып жатқанын сезеді. Осы кезде Луи ойға шомылады. Луи 12 жасында ішімдікке әуес болып, ұрлауға мастер болады. Ол итальяндық босқын болғандықтан жергілікті бандадан күнде таяқ жейтін. Бұлармен намысты бермей төбелесіп жатқанда оны полиция қызметкері ұстап алады. Анасына әкеліп төбелескенін және ішімдікке әбден мас болғанын айтады. Бұл отбасы Италиядан Америкаға келген босқындар және оларды қатты жақтырып жатқан ешкім жоқ. Сол себепті әкесі Луиға разы болмай әбден артынан сабайды. Адам болмасаң, балам болмайсың дегендей әңгімелер айтады. Тағда бір күні жүгіру алаңында тығылып, қыздардың көтенін қарап, ішімдікке масаяды. Оны тауып алғанда бұл жерден шығып, жалаяқ режимін қосады. Оны байқаған ағасы Луидің жүгірудегі қимылын қарап, оны жаттықтырады. Луи, неге мені үйретіп жатырсың? Мен сен секілді бола алмаймын. Малдың қашан адам болғанын көрдің дейді. Оған ағасы тырыссаң бәрі болады. Берілме, анау-мынау деп артынан жел береді. Желге тойып алған жігіт ендігі күнделікті жаттығуын жасап, ақырында үздіктердің қатарында болады. Бір күні жарыс уақытында оны басқа қатысушылар аяқтан шалып артта қалдырмақшы болады. Бірақ та ол желаяқ режимін қосып, барлығын шаңның астында қалдырады. Осылайша мектеп оқушылар арасында рекордты жаңартады. Бұл жігіттің талантын көріп, оны Американың атынан Олимпиадаға қатысуға жібереді. Ағасымен қоштасар кезде бұл жолы өзінің жеңбейтінін анық айтады. Бірақ та 4 жылдан кейін чемпион болатыным сөзсіз дейді. Олимпиадаға келгенде чемпиондарды көріп арты жым-жым болады. Ақыры ұзақтығы 5 километрлік жарыс басталады. Алғашқы айналымдардан кейін Луи артынан санағанда бірінші болып келеді. Оның жарыста не істеп жатқанын үйіндегілер радио арқылы тыңдап отыр. Әні-міне дегенше соңғы айналымға да аяқ басады. Луи сол баяғы өзінің желаяқ режимін қосып біртіндеп алға шыға бастайды. Оны үйіндегілер естіп мәз. Жарыс біткенде ол бірінші болып келмейді, бірақ та халықтың сүйіспеншілігіне ие болады. Себебі ол бір кругта 56 секундта жүгіріп әлемдік рекордты жаңартты. Ол мәз болып, бұйырса 1940 жылы чемпион боламын деп отырғанда, екінші дүниежүзілік соғыс басталып, соғысқа аттанып кетеді. Қайтадан шын өмірге қайтамыз. Бұл уақытта ұшақ ұзаққа шыдамай, оңтайлы бір жерге келіп қонбақшы болады. Бірақ та жылдамдықты түсіре алмай, баллондары желініп әрең дегенде тірі қалады. Бірнеше уақыт өтеді. Қанша соғыс уақыты болса да, Луи әрдайым жүгіріп дайындалып жүреді. Бір кездері ол өзінің қойған рекордтарын жаңартып, әбден мәз болады. Осы уақытта достар келіп, ендігі олар құтқарушы жұмысына кірісетінін жеткізеді. Оларға малы шыққан ұшақты беріп, барып құтқарыңдар дейді. Осымен бірнеше уақыт өтеді. Ұшақтың малы шыққан соншалық жарамсызданып оңбай суға құлайды. Тек 3 адам ғана тірі қалады. Олар Луи, Фил және де Мак. Қайта олардың үрілмелі қайықтары болады. Жарамды тамақтары бар мекен деп жатқанда, тек қана 2 қорап шоколад және де азнаулақ сулар қалады. Луи қалғандарын осы асты үнемдеп жеуге міндеттейді. Осылай түн өтіп, таң атады. Таңертең ұшақ өтіп бара жатқанын көріп, сигналды ракетаны атып, назарларын аударуға тырысады. Бірақ бұдан ештеңе де шықпайды. Ендігі шоколад жегелі жатқанда, түгі қалмаған бос қорапты тауып алады. Бұның барлығын Мак жеп қойған екен. Есекті атып тастағысы келсе де, кешіріп ендіге не істерлерін білмей ойланып отырады. Бірнеше уақыт өткесін бұлардың үрілген қайығына духы бітіп қалған шағала келіп қонады. Азық болсын деп, оны Луи ұстап алады. Шеке етті жеп тоямыз деп отырғанда, олардың асқазандары көтере алмай құсып тастайды. Осылайша ең болмаша жемтік болсын деп құстың етімен балық аулауға көшеді. Әрине балықты шекедей жеп, осылай күндерін өткізе береді. Түнде қатты толқын болады. Әрең дегенде аман қалып шүкір деп отырғанда жаңбыр жауып кетеді. Олардың қуаныштарында шек жоқ. Ыдыстарын толтырып алып суға өлгенше тояды.
Бірнеше уақыттан соң олар тағы да бір ұшақты байқап қалады. Қолында қалған соңғы ракеталарын атып, олардың назарын қаратпақ болады. Ұшақ өтіп кетіп, сәлден соң кері бұрылады. Бірақ өкінішке орай, бұл жау елдің ұшағы болып, оларды ата жөнеледі. Үшеуі судың астына тығылып аман қалады. Осылайша олардың бір қайығы толығымен жарылып, ал екіншісін әрең дегенде жамап алады. Бұл жігіттердің су бетінде қалғандарына бір айдан асып кетеді. Олар әбден азып, әлсіреп қалған. Көп замай Мактың жағдайы қиындап, ол қайтыс болады. Бір күні таң атқанда олар кеме жанында болып шығады, бірақ та өкінішке орай бұл жау елдің кемесі. Осылай олар тұтқынға айналады. Бір күні Луиді камерадан шығарып, оның олимпиада қатысушы екенін біліп қояды. Екеуін тергеп болғасын, оларды жуындырып жақын жердегі түрмеге аттандырады. Бұл түрменің басшысы қатыгез Муцухиро деген адам. Ол тұтқындарға жақсы қарамайтындығын айтады. Луидің өзіне қарап тұрғанын байқап, оны аямай соғып, ендігі көзіме тіке қарамайтын бол дейді. Жаңадан келгендерді карантинге жіберіп, таң атқасын қайтадан барлығын жинайды. Олардың арасында олимпиада чемпионы бар екенін біліп, өзінің қол астындағы адаммен жарыстырады. Луидің әлі қалмағандықтан жеңіліс тауып тағы да таяқ жеп алады. Тұтқындар бір-бірлерімен танысып, жауларына ештеңе айтпаймыз деп шешеді. Олар соғыстың картасын сызып, жалпы қандай жағдай болып жатқанын сол арқылы біліп отырады. Алайда бір күні командир карта жайлы біліп, салған адамды әбден сабайды. Кешкісін барлығы ұйықтауға кіріскенде, командир келіп ешқандай себепсіз Луиді аямай белдеумен сабайды. Ол басқаларына қарағанда Луиді қатты жек көретіні анық еді. Келесі күні Токио радиосынан адамдар Луиді іздеп келеді. Олардың айтуынша Америкада оны өлді деп санап кеткен екен. Сондықтан сен радиоға шығып, өзіңнің тірі екеніңді айтып, әке-шешеңе сәлем жолда дейді. Өзіңнің жағдайың жақсы және япондар жақсы қарап жатқанын алға тарт дейді. Осылай радиоға барып әке-шешесіне тірі екендігін айтады. Осы шығарымнан соң радиодағы адамдар келіп жазылған тексті радио арқылы оқы дейді. Бірақ та оған Луи қарсы болады. Олар осылай айтатын болсаң, жағдайың жақсы, ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда болады дейді. Бірақ та өз елін сатқысы келмеген Луи қарсы болады. Солай ол қайтадан түрмеге жіберіледі. Оны сол баяғы командир күтіп алып, тұтқындардың барлығынан бір-бір удардан жегіздіріп қинайды. Бірнеше күннен соң оның қасына келіп командир отырады. Ол өзінің басқа жерге ауысқанын айтып, енді қуана берсең болады дейді. Осылай түн қарасы жамылғасын американдықтар түрме тұрған жерді де бомбалайды. Әскер тұтқындарды алып, басқа лагерге көшіреді. Ол лагердің жағдайы мүлде төмен еді. Себебі ондағылар күндіз-түні көмір тасып қызмет етеді екен. Ең жаманы бұрынғы командирлері тап осы жерге ауысқан екен. Ол Луиді көріп, тағы да таяқтың астына алады. Күндер өтеді, олардың жағдайлары жақсарып жатқан жоқ. Луидің шаршап демалып тұрғанын көріп, оны командирдің алдына апарады. Ол Луиға ағашты көтер дейді, және де қол астындағы солдатқа осы ағашты түсіріп алса атып таста деп айтады. Командир оның берілгенін күтіп тұрады, бірақ та Луи ағашты басынан асып көтеріп, командирдің бетіне тік қарайды. Жыртқыштың көзімен қарап тұрғанын көрген командир бұтына жіберіп қоя жаздайды. Көзіңді түсір десе де, оның бұйрығын тыңдағалы жатқан Луи жоқ. Осылайша оны тағы да аямай сабап, түні бойы осында тастап кетеді. Таңертең тұтқындарға соғыс біткенін хабарлайды. Осылай соғыстың біткенін тойлау үшін суға түсуге шақырады. Олар өтірік деп ойлап, ендігі өлеміз деп тұрғанда, төбеден американдық ұшақты байқайды. Міне сонда ғана соғыстың шынында біткеніне сенеді. Ұшақтар келіп, лагерге керек жарақтарды тастап кетеді. Тұтқындар осы күні әбден тояды. Луи командирдің бөлмесіне барып, онымен жолықпақшы болады, бірақ ол бұл жерден кетіп қалған екен. Луи өз еліне келіп батыр атанады. 1946 жылы ол үйленеді. Бірнеше жылдардан соң Японияға келеді. Ол бұрынғы түрмешіктермен жолығып, барлығымен татуласады. Тек командир ғана онымен жолығудан бас тартады. Уақыт өте Луидің арманы орындалып, 80 жасында Японияда олимпиадада жүгіреді. Осылай киноның соңына да жеттік. Шын өмірден алынған осы кино жайлы ойларыңды комментарийға жазуды ұмытпаңдар, және де арнада шыққан басқа киноларды көруге кеңес беремін.